Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл видео сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздерге садақаның пайдасы жөнінде ақпараттармен бөлісетін боламын. Алла разылығы үшін жасалған әрбір іс пен берілген затты садақа дейміз. Берілетін садақаның үлкен кішісі болмайды. Не берілсе де ықыласпен, Алла разылығы үшін берілуі қажет. 10 қолың бергенді сол қолың көрмесін хадисіне сәйкес, берілген садақамен жасалған жақсылықты жасырын жасау ең абзал амалдардың бірі. Құран кәрімде 200 жерде Алла жолында садақа беру, мал сарп ету жайында баяндалады. Яғни, Алла берген нығметті Алла жолында жұмсау сауапты амал екені айтылады. Шексіз нығмет иесі болған Алла табиғатында өзгеге жәрдем ету, барын бөліп беру сезімін жаратқан. Жасалатын жақсылық істің садақа болуы үшін діни тұрғыдан 3 ерекшелікке ие болуы керек. Бірінші, мұқтаж жанға беру. Екінші, Алла разылығы үшін берілуі. Үшінші, берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс. Садақа берудің 10 әдебі. Бірінші, садақаны шын жүректен, ықыласпен беру керек. Екінші, садақаны адал еңбекпен тапқан ақшадан беру. Біреуден тартып алған, харам келген ақшаны садақаға беру күнә арқалатады. Үшінші, садақаны мұқтаж жандарға беру. Ал мұқтаж жандардың қатарына жағдайы нашар жандар, жетім жесірлер, қарызға белшесінен батқан адамдар кіреді. Төртіншіден, садақаны өзіндегі мал дүниенің ең жақсысынан беру. Керек қылмай тастаған затты, сол сияқты ескі құсқыны садақаға беруге болмайды. Бесіншіден, садақаға өзіңе ұнамды, қымбат нәрсені беру. Өзі қатты жақсы көретін нәрсені садақа ету сауапты арттырады. Алтыншы, берген садақасын міндетсінбеу, қайырымды іс жасап тұрған жөн. Өзінің садақа беруге мұқтаж екенін білгені жөн. Жетінші, садақаны жағдайы төмен өз туыс туғандарынан бастау. Сегізінші, садақа бергені жайлы жасырып ұстау, яғни беретін ниеті туралы, садақа бергендегі амалы, берген соң ешкімге тіс жармауы тиіс. Тоғызыншы, садақа беру шүкірлік ету. Алланың сізге берген нығметін сезіну деп біліңіз. Оныншы әдебі, берген садақасын қайтып алмау, оны қайтару шариғаттағы ең жиіркенішті амалдардың бірі болып есептеледі. Садақаны сауында бер деп халқымыз айтқандай садақа берудің маңызы ерекше. Садақа беру ежелден қазақтың дүние танымында қалыптасқан әдеп. Бабаларымыз садақа берудің ерекше мән беріп келген. Ал садақа беру исламда сауапты амал ретінде көптеген аят хадистерде айтылады. Аз болса да, көп болса да садақа беруді ұмытпаңыздар. Себебі ол 10 жерде мадақталған. 5-еуі осы дүниеде, ал қалған 5-еуі ақыретте. Дүниедегісі. Садақа берумен мал тазаланады. Садақа берумен күнә кешіріледі. Садақа ауру пәле жаланы қайтарады. Садақа берумен кедей міскінді қуантасыз. Садақа берумен малдың берекеті кіреді. Ақыреттегісі. Садақа қияметтегі аптапта есіне көлеңке болады. Садақа берген есеп қисаптан жеңіл өтеді. Садақа мизан таразысында ауыр болады. Сираптан өтуге рұқсатнама болады. Жәннаттағы дәрежесін өсіреді.